Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз тоңазытқышта бір аптадан артық сақталып тұрған левита мадриден құймақ жасайтын боламыз. Бізге қажетті мөлшердегі левита мадрені өзіміздің ыдысымызға салып аламыз. Көріп отырсаңыздар, өте қою. Сүт қосамыз. Жақсылап езіп, кішкене 10-15 минутқа сүтте салып қоямыз, кішкене жібігенін күтеміз. Мұнда мен реттілігін шатастырып алдым, бірақ описаниеде сіздерге реттілігін дұрыс жазып қоямын. Мен қателесіп ұн қосып қойдым. Содан кейін жұмыртқа, тұз, ас содасы, қант, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және 15-20 минутқа жай қоя тұрамыз. Үйде егер сізде осындай жидектер бар болса, қоссаңыздар болады. Мен қарақат қостым. Қоспауға да болады. Көп рецепттерде құймақтың тестасын холодильникте бір тәулікке қояды. Бұл өте ыңғайлы рецепт. Күтудің қажеті жоқ. Азғантай майға